Сразу екі қолымды көтеріп қойыңызшы достар, екі қолдарыңызды өйстіп басып жіберіңіздер. Сосын бізбен бірге мына автокөлікті қарауға отырыңыздар шай ішіп. Hyundai көліктер су жаңа. Ішінде барлық түрлері бар екен. Көрейік жаңалары не деп жатқан. Енді ерекше Santa Fe тұр. Бағасын сұрадыңыз ба? Аға қанша дейді? Айтпады ма? 23-25-тің шамасы шығар дейді. Бағасы жазылмаған екен. 23-25-тің ортасы ма бағасы? Түсі деген андай не екен, Ваянский екен, Ваянский. Түсі онша емес пе? Өкің анамай тұр, қой кеттік онда. Santa Fe дейтін осы. Бір түрлі басқаша екен, сосын қарағым келіп еді. Бағасын білгім келіп еді. Мына жақта басқа хит көліктер жүріп барайық. Ол жақта сіздерге қазір қызықты көліктер бар. Елантра айтып қойдым. Ой, неге айтасың? Елантрадан бұрын мына қып-қызыл болып тұрған Муфаза деген көлікті түсірейікші. Муфаза. Менде Муфаза деген бұрын естідік па білмеймін. Бұның мынау екі түрлі. Бір жағы ақ, бір жағы қара болып қойыңыз. Мәссаған қызық екен да, бір рет көріп тұрмын мұндайды. Менде бірінші рет көрдім. Сразу бағасын айтайыншы, қызық шығар. 15 миллион 290 мың теңге екен бағасы. Бағасы 15 миллион 290 екен. Сен мадам айтпай етсің, айтып өшсіз. 6 аттың күші, алдыңғы жетек, техникалық мана қозғалтқыш неше дейді? Смарт бірдеңе деп жазылып тұр, көрсетші. Мен түсінбей жатырмын мынандай қозғалтқышқа не деп жазып қойған. Міне өздеріңіз түсініп қараңыздар ма? Қозғалтқышы Smart Stream дейді. Bu ne oldu деген? 10P дейді. 10P да Tomp дейді. Соны айтам. Тоқ емес па? 494-ке шығады екен. Бұл манағыдай шығар, жатсын төлеген кезде. Мынау деген не ғой, тоқпен жүретін шығар. Солай ма? Ал мен түсінбей жатырмын, білмеймін. Қайсы тоқпен жүре ме, тоқпен жүрмеймін. Жоқ, бензинмен жүреді. Бензин ба? Жазып қоймаймын екен, бензин деп. Жүр. Өзіңе оңай көлікке баршы, Елантраға баршы, Елантраны жақсы танитын едім сен. Айтыласың ода онда, дұрыстап түсіндіріп тұрып кәдімгідей. Бұл тоқ емес шығар енді. Так, қозғалтқышы міне 1/5 деп адам құсап жазып қойыпты да. Беліс қорабы ИВТ дейді, жетек түрі 2 алдыңғы 2 ВД дейді. Бағасы 11 миллион 790 мың теңге. Елантра деген осы, жал жаңа, су жаңа Елантра. Су жаңа Елантраның бағасын келекең таныстырды, мен де айтып кетейін. Бұл Hyundai автосалон Алматы қаласындағы көліктердің бағасы. Ерекше курстен көлікті көрсететін болам, жүріңіздер. Осы көлік ұнайды бар, маған да бар. Лайк басып отырыңыздар, достар. Сіздер сразу лайк сұрай беріңіз. Сразу басынан бастап басып жіберіңдер, сосын бәрін тыңдай беріңдер. Так, сен көрсете бер. Қозғалтқышы 1/5, беліс қорабы 8 аттың түрі, алдыңғы жетек, в общем, бәрі новый су жаңа. Бағасы 16 миллион 890 мың теңге. Бұл 7 адамдық па? Иә, мықты көлік негізі бар, ұнап жүр, осы көлік бар ғой. Осы ұнап жүр ма? Көзіме түсіп жүр. Басқа цветі болса? 7 адамдық, иә, қара түсі болса, әдемі түстері болса да. Біздер көлік алғымыз келіп жүр ғой, бірақ қайсысын аларын білмей әлі нетіп жүр. Сіздер жаза кетіңіздер, достар, қайсысы жақсы? Бұл гүлекең көмектесіңіздер, ал айтып отырыңыздар. Кеттік жүр, былай қата барайық. Міне Tucson. Tucson'да да көп мініп жүрген көліктердің бірі ғой да? Иә. Бұлардың Так, бұның қозғалтқышы 2/5, беліс қорабы 8 дейді, жетек түрі, в общем, 201, не дейді, бағасы 17 миллион 590 теңге екен. Кеңес болғанда бұны банкпен қалай ала аламыз? Алғашқы жарнасыз төлем деген бар ма? Алғашқы жарнасыз 10% негізі салу керек болады. 10% бе? Онда басқасы белгілі ғой. 7 жыл ма? 7 жылға дейін болады. 15%. 15%-пен? 15%-пен болса жеңілдеу екен онда. Айына 160 мыңнан шығады дейді. 7 жылға есептегенде ма айына? Жоқ, мынау 7 жылға емес, егер 50% салатын болсаңыз. 50% салғанда. 10% салғанда көбейеді ол да уже. Көбірек болады. 250 мың сондай. 210 мыңдайдың шамасына шығатын болып тұр ғой. 10% салғанда. Басқасы түсінікті енді, қарапайым Hyundai'лар ғой. Мына полисаттың бағасын білмедім айтпақшы. Анда жазылып тұр екен ғой. Болды ғой, басқасы түсінікті, рахмет. Осы полисаттар енді ең үлкен биік джип машиналардың несі ғой. Бұның бағасы қайда? Осы міне. Осы ма?
полисетте жақсы, бұл деген енді Land Cruiser'мен салыстырмай ақ қояйын, бірақ енді жақындайды деп қояйын енді. Бірақ мен алмаймын ондай деп қойшы. Анау ұнап тұр деші. Алмайсың ба? Жарайды енді, айта бер. Айта бер. Айта берейін ба? Қозғалтқышы 3/5, беріс қорабы 8 ат, жетек түрі 4 VD дейді, екпіндеуі 10-да 5 дейді, бағасы 32.890 екен. Керім енді, бұл енді Санта-Фе дейін деп жатырмын, полисеттер енді бұл Hyundai'дің сәтті шыққан көліктер деп айтыла ма, қалай екен? Әдемі мықты. Осыменен аяқтаймыз, Гүлеке. Иә, біздерге обязательно күшті комментарий жазып, лайк басып, жан жаққа таратып отырыңыздар, иә достар.